педагог психолог. Өз уақытын аямайды, өз келесі уақытын аялайды. Мұғалім жолында жұмыс атқарғаныма 3 жыл. Не себеп, мен қандай мамандықты таңдағым келеді? Не себепті педагог психолог? Неге мектепте жұмыс жасауды таңдадым? Ал енді барлығымыз балалық кездегі әйгерімге оралсақ. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл кездегі әйгерім әлі мектепте оқу, сабақ, мұғалім дегенді білмеген ойын баласы. Ал мына кездегі әйгерімнің бірінші жетістігі. Алғашқы әйгерім үздік оқушы мадақтамасын алғаннан кейін осыдан тағы да талай жетістіктерге жетеміз деген алғашқы мотивация алған болатын. Ал мына кездегі әйгерім мектеп бітіруде. Осы кезде мен кіммін, мен кім болғым келеді, болашақта қандай мамандық иесі болғым келеді деген сұрақ мазалады. Осы сұрақ өмірге келген, сана сезімі жетілген әрбір адамды мазалайтыны сөзсіз. Мен де осы сұрақ туралы көп ойланып, толғанып, қандай маман иесі болғым келетінін анықтаған жоқпын. Менде бір жұмбақ адамын, оны да ойлап қой деп Абай атамыз айтқандай, әрбір тұлға бұл жұмбақ. Сол жұмбақтың кірпігін тауып және соның